Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Төменде Instagram парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мен бүгін сіздерге құймақтың керемет рецептісімен бөліскім келеді. Ал ендеше бізге керекті заттар: жұмыртқа, қант, сүт және жылы су, сұйық май, тұз, сода, ұн қажет болады. Осы аталған заттардың барлығын видеодағыдай артынша бірін соң бірін салып, жақсылап бір сұйық массаға келтіресіздер. Айта кететін жайт, ұны көп болмау керек, сұйық масса болу керек. Егер қоюлау болса, жасап жатқан құймағыңыз қалыңдау болады. Ал егер сұйық масса болса, құймағыңыз жұп-жұқа, жұмсақ, әдемі болып шығады. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Табамызды қойып, медициналық мақтаны кішкене сұйық майға майлап алып, табамызды майлап аламыз. Ал егер де табаңыз жұқа болатын болса, әр 1-2 құймақтан кейін табаңызды осындай мақта маймен майлап отыруларыңыз қажет болады. Менде осындай асты жабыспайтын таба болғандықтан оңай пісіріп алып жатырмын. Сіздерге айтар кеңесім, осы құймақ пісіргенде қиналмау үшін осындай силиконды күрекше сатып алыңыздар. Ыстыққа төзімді, жақсысын, сапасы жақсысын алу керек. Сонда құймақ пісіргенде қиналмайтын боласыздар. Оны кез келген кондитерлік дүкендерде сатады. Алып алсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетуді ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет. Ешбір сармайды жағуды қажет етпейтін, өте сондай дәмі, ерекше сондай дәмі, керемет, өте жұмсақ болып шығатын осындай құймақтар шықты. Астарыңыз дәмді болсын.